Жалпы мұсылман баласы өткен ісіне өкінбеу керек. Себебі бұл мұсылманға сай емес нәрсе. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде былай дейді: әрбір мұсылман бір істі жасалмай қалса, егер де былай жасағанымда былай болар еді деп айтпасын дейді. Себебі сендер шайтанға жол ашып бересіңдер деген. Расымен де адам баласы көбіне өткен іске өкініп жатады, ал одан ешқандай пайда жоқ. Біз өкіне беретін болсақ, шайтанға жол ашып береміз. Шайтанға жол ашып беру деген не нәрсе? Өзімізді, өзгені де кінәлай бастаймыз. Бұлай болғанда бұлай болар еді, неге бұлай жасамайсыңдар деген секілді айып тағулар көбейе бастайды. Сол үшін қазақта да әдемі сөз бар: өткен іске өкінбе, болары болды, бояу сынды дейді. Сол үшін өткен істен сабақ алып, сол қателіктерді жамағат, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сізбенен бізге садақа берудің ең керемет жолын айтып кеткен. Соның бірі хадистерде бұлай деп баяндалады: өз-өздеріңізді құрманың жартысымен болса да тозақтан аман алып қалыңыздар дейді. Шынымен де құрманың жартысы не болады деп ойлаймыз. Дегенмен бұл жерде Алланың мейірімі жатыр. Егер сіз құрманың жартысындай болған бір тәтті затты, құрманың жартысындай болған жүрегіңізге жақын болған затты біреуге беретін болсаңыз, Алла разылығы үшін, сонда өзіңізді тозақтан аман еткен, сақтап қалған құлдардан болады екенсіз. Аллахым барша садақаларымызды қабыл етсін. Қасиетті Әл-Харам мешітіндеміз. Әл-Харам мешіті деп аталу себебі көбісі түсінбей жатады. Бұл жерде жаман нәрсе жасау, жаман ойда болу, Аллаға ұнамайтын іс-әрекеттер жасау харам болған жер. Сол үшін Масжидул Харам, Харам мешіті деп аталады. Мешіттің сыртында болсын, ішінде болсын, әрбір амалдар 100 000 есеге еселенеді екен. Сол үшін Харам мешіті деп айтады. Әрбір келген адам бұл жерде тәртіпті, әрбір амалға ұқыпты қарау керек, және де еш уақытта жаман ойда болмау керек. Сол үшін бұл тәрбиелі жер. Сіздің бір намазыңыз 100 000 намаз болып еселенудің себебі, адам баласы өзін бұл жерде тәрбиелі бола бастайды. Және де жаман нәрсе жасайтын болса, 100 000 күнәға еселенеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірі өткен жер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сізбенен біз умраменен қажылықты жасасыншы деп жалбарынып дұға еткен жер Мекке, Қағба орналасқан қасиетті қаладамыз, құрметті жамағат. Бұл жерге келген әрбір мұсылман адам баласы бақытты. Себебі бұл жерге Алланың шақыртуымен ғана келеді. Бұл жерге келген адам не үшін бақытты? Себебі бұл жерде оқылған бір намазыңыз 100 000 намаз болып есептеледі. Алла тағала осындай нәсіп еткен жерге қаражатымыз барда келейік. Себебі Алла бізге осындай бейбітшілікте керемет уақыттарда жасайтын мүмкіндіктер берген, сол мүмкіндіктерді жіберіп алмайық. Ассаламу алейкум ва рахмат. Ассаламу алейкум, құрметті мұхтарам жамағат. Біз қасиетті Рамазан айындамыз. Қасиетті Рамазан айы көптеген сауаптарға толы. Оны баршамыз білеміз. Алла Тағала бір айға қаншама мейірімін, қаншама рахымын орнатып қойған. Ал енді қасиетті Рамазан айында Мекке қаласында умра жасаған адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен умра жасағандай сауап алады. Екінші риуаяттарда кімде-кім Рамазан айында умра жасайтын болса, үлкен қажылықтың сауабын алады деген. Үлкен қажылық сіздің мойныңыздан түспейді, бірақ үлкен қажылықтың сыйы не? Анадан жаңа туғандай күнәсіз қайту, күнәдан арылу, және де Алла Тағала барша сұраған дұға тілектеріне жауап беріп, күнә қателіктерін кешіреді екен. Алла Тағала сізбенен бізге осы қасиетті мекенге келуді. Қасиетті нұрланған Медина қаласындағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жерленген, мүбәрак денесі жатқан жер қасиетті Медина қаласындамыз. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітіндеміз. Бұл жерде оқылған бір намазыңыз 1000 намазға тең келеді. Бұл қасиетті Медина қаласындағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітінде біз не жасауымыз керек? Әрине пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қабіріне барып сәлем беру.
Кімде-кім пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сәлем берген болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол адамға жауап береді. Және де бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға көп салауаттар айту керек. Пайғамбарымыз былай деген: кімде-кім маған бір салауат айтқан болса, Алла тағала ол адамға 10 салауат айтады деген. Қасиетті Замзам суы Меккеде шығатындығы баршамызға мәлім. Мединаға келген қажылар сусындасын деп Меккеден Мединаға арнайы Замзам суын алып келеді. Бұл Замзам суын ішкен кезде біз қандай дұғалар айтуымыз керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздерге бұлай үйреткен: "Е Алла, сенен пайдалы білім сұраймын, кен рызық, дәулет сұраймын, амалымның қабыл болуын сұраймын, және де әрбір дерттерге қарсы шипа сұраймын" деп ішу керек екен. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Замзамды адам не үшін ішкен болса, сол дұғасы қабыл болады деген. Мінекей, қасиетті Замзам суының қадірі, қасиеті осыда. Алла тағала баршамызға қасиетті бұлақтан, Мекке мен Мединадан Замзам ішу баршамызға Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде былай деген: сен бауырыңның сәтсіздігіне қуанба, өйткені Алла тағала оған жәрдемін көрсетіп, мейіріміне бөлеп, сені сәтсіздікке ұшыратады деген. Бұл хадистен біз не түсінеміз? Қазіргі таңда кейбір адамдар бар, өзінің мұсылман бауырының сәтсіздігіне қуанып, оны адамдарға мақтанышпен айтып жатады. Ал нағыз мұсылман адам өзінің сондай жағдайға түскен бауырына дұға қылып, Алладан жәрдем сұрап, сол қиыншылықтан, сәтсіздіктен шығаруын бір Алладан ғана сұрайды екен. Әйтпесе, біз өзіміздің мұсылман бауырымыздың қиыншылығына, сәтсіздігіне қуанып жататын болсақ, Алла тағала дәл сол сәтсіздікке бізді ұшыратады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде былай деген: кімде-кім жұма күні ғұсыл алып дәрет алатын болса, ерте жаяулатып мешітке баратын болса, және де имамға жақындап, уағызын тыңдап, бос сөздерден аулақ болып, уағызға құлақ салатын болса, әрбір қадамы үшін ораза ұстағанның, тахаджуд намазға тұрғанның сауабын алады деген. Алла тағала баршаларымызға мешітке ерте барып, имамның уағызына құлақ асып, дұғалар жасап, пайдасыз сөздерден аулақ болып, осындай сауап алып қайтуды баршамызға Алла тағала нәсіп етсін. Жәннатта бір ағаш бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни бір көліктің үстінде отырып бара жатқан жәннат иесі сол ағаштың көлеңкесімен 100 жыл жүреді екен дейді. Және де ол көлеңке керек десе бітпейді деп айтқан хадисі бар. Мінекей, шынымен де мына дүниеде адам баласы ағаш өсіріп, көлеңке іздейтін болса, иншалла Алла тағала жәннат иесіне жәннатта да 100 жыл көлеңкесі бар ағаш дайындап қойған екен. Біз құрма бақшасына келіп отырмыз. Бұл құрма бақшасы Медина қаласында ғана өседі. Бұл құрма бақшасының өзінің қасиеті өте көп. Мәселен, пайғамбар алейхиссалату вассалам Ажуа құрмасы жайлы айтқан хадисінде былай деп айтқан: кімде-кім таңертең құрманың 7 талын жейтін болса, Алла тағала ол адамды сиқырлықтан, аурудан сақтайды деп, осы құрманың ерекшелігін атап кеткен. Әрі пайғамбар алейхиссалату вассалам осы қасиетті мекенде Медина қаласында өз қолымен құрма ағашын еккен. Және де байқап қарасаңыз, құрма ағашы Мединада көп. Бір кісілер Мединаның сыртында, яғни 70 шақырым алыстау жерде ексе, өспей қойыпты. Неге деген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам Мединаға келген кезде ерекше дұға қылып, сол дұғаның нәтижесінде осындай жемісті, пайдасы мол құрма ағашы өсіп жатыр. Әлі күнге дейін өсіп жатыр, таусылмайды. Қаншама елден қажылар келіп жатыр, қаншама елден адамдар зиярат етіп жатыр, осы құрмаларды сатып алып жатыр. Біздің негізгі мақсатымыз өзіміздің ұрпағымызға, үй ішіндегі әрбір жанға осы құрма жеуді үйретуіміз керек. Себебі бұл құрмада пайда өте көп. Алла тағала баршамызға осы құрмадан нәрленуді нәсіп етсін. Осы өмірімізде
құрма жеуді үлкен бір үрдіске айналдырайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.